Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін әдеттегідей сіздерге кезекті витаминдердің бірінің құрамын талдап айтқым келіп отыр. Бүгінгі витамин айтатынымыз ол иммубленд жайында болады. Бұл иммубленд деген құрамында негізінен витамин С және D3 витаминдерінің көзі екен. Мен кез келген витаминнің составын зерттегенді, неге қалай әсер етеді деген механизмдерді оқып шыққан жақсы көремін. Сондықтан сіздерге де осы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Жалпы бұл иммублендтің құрамында D витамині бар. D витамині барлықтарыңыз білесіздер, иә, ол не істейді? Иммунитетті көтереді. Жалпы қазір мен ссылка қалдырып кетем. Именно D3 витамині организмге қалай сіңеді, қалай әсер етеді, қандай механизм жүреді деген өткен жолы мен бір видео түсірген болатынмын. Содан қарасаңыз болады. Сол жерде айтылғандай, жалпы D витамині ол организмде иммунитетті көтереді. Жүктілікті жоспарлап жүрген адамдар болатын болса, онда оларға міндетті түрде D3 қажет репродуктивті системаға. Одан кейін асқазан ішек жолдары арқылы сіңіріле отырып, ол жердегі микрофлораны реттеп, иммунитетті көтеруге қатысады. Келесі кездесетіні ол құрамында витамин С. Витамин С жалпы қазір ғалымдарда көбірек зерттеп жатыр, иммунитетке қалай әсер ететіні жөнінде. Ол организмде естественный глюкокортикостероидтар болады, яғни табиғи өзіміздің гормондардың өндірілуін арттыра отырып, мысалы үшін ОРВИ, грипп секілді түрлі вирусты аурулар кезінде тезірек жазылуға көмектесетіндігі қазір дәлелденген. Сонымен қатар бұның құрамында цинк бар. Цинк не үшін керек? Ол асқазан қышқылтылығының ортасын реттеу үшін қажет. Егер де организмге цинк жетіспейтін болса, онда асқазанда қышқылтық орта бұзылады. Нәтижесінде сырттан тамақпен әртүрлі инфекциялар түседі да, олар қышқылтық ортаға бейім болып қабыну тудырады. И адамдарда гастрит болады, және гастриттің асқынуы ол язваға алып келуі мүмкін. Сондықтан да әрдайым цинктің деңгейінде суточный дозировкада адамдар қабылдап отыруы тиіс. Келесі айта кететін нәрсе, құрамында ерекше ол грибойлар бар. Маитаке және шиитаке деп аталатын. Жалпы Корея және Қытай елдерінде кезінде императорлар өздерін ұзақ уақыт бойы жас күйінде сақтау үшін, сонымен қатар әртүрлі аурулардың алдын алу мақсатында осы грибойларды өздерінің рационына қосып ішке қабылдап отырған. Бұлар иммунитет көтереді, антибактериальный, антивирусный эффектілері бар. Сондықтан да витаминге байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.